Әпкемнің мынадай күйіне іштей қатты күйзелдім. Сол түні ұйқым қашып, дұрыстап ұйықтай алмадым. Жездеме іштей ыза болғаныммен не істерімді білмедім. Таңертең жездеммен сөйлессем бе екен, әпкемнен кешірім сұрасын, болмаса әкемдерге айтамын десем бе екен деп біраз ойландым. Бірақ әпкем көрмегендей, білмегендей бола салшы деген соң, амал жоқ, әпкем үшін үндемеуге тура келді. Бірақ ендігі жездемді көргім келмей қалды. Сөйтіп ертесінде таң ата, ерте жездем оянбай тұрып кетіп қалайын деп орнымнан тұрсам, әпкем де тұрып алған екен. Беті ісіп, түнімен ұйықтамаған секілді. Мені көріп, «Гулко, әлі ерте ғой, ұйықтап алмадың ба? Қайда асығасың?» деп еді. Мен ауыл жақта көршілес ауылда тұратын екінші әпкем Назираның үйіне барамын деп едім. Әпкем менің не үшін асығып, кеткім келіп тұрғанымды ұқты. Сөйтті де, «Таңғы ас ішіп алсаңшы, мен балаларды мектепке апарып, сені ауылдың таксиіне салып жіберейін. Жездең де оянып қалар» деп жатыр еді. Мен, «Жездем қазір ояна қоймас әпке, оны не үшін күтемін? Кете бергенім дұрыс шығар. Болмаса оны көрсем, өз-өзімді ұстай алмай ұрсып қалармын. Одан да мен кете берейін» деп едім. Әпкем бәсең дауыспен, «Жарайды, қалауың білсін. Назираға сәлем айт. Ауылда әлі біраз боласың ғой. Реті келгенде мен де анамдарға барып қайтамын» деп мені дарбазадан шығарып салды. Іштей әпкемді бір түрлі аяп, қимай қоштасып, жиендерімнің беттерінен сүйіп, жолға шығып кеттім. Автобекеттен ауыл жақтың таксиіне отырып, Назира әпкемнің үйіне 1 сағаттың ішінде жетіп алдым. Дарбазасынан кіре бере, мал қора жақта сиыр сауып отырған әпкемді байқадым. Үй жаққа бұрылмай, тіке қора жаққа қарай ақырын басып бардым. Сиырды үркітіп алмайын деп, әпкемнің арт жағына келіп, ағаштың үстіне отырып, әпкемді үнсіз бақылап отырдым. Кезінде жоғары оқу орнын аяқтап, дүкенде сатушы болып істеген әпкем есепке мықты болатын. Үнемі тап түйнақтай болып киініп, үстіне әтірін сеуіп, осы маңдағы талай жігітті өзіне ғашық еткен еді. Алайда жүгіргенге емес бұйырғанға дегендей алып жездем алып қашып, сүймеген адамына тұрмысқа шықты. Жездеміздің анасы әкеме алыс туыс болып келеді екен. Осы әпкеме қаншама рет құда түскісі келгенде әкем қарсы болған екен. Сонан кейін әпкемді алып қашып кеткенде де әкем ашуланып анама, «Барып Назиконды алып кел. Ол ауылда ана тракторист жігітке қор болады» деген екен. Содан анам барып әпкемді алып кетпек болғанда, сол әулеттің үлкен әжесі анамның алдында тізе бүгіп, әпкемді алып кетпеуін өтініп сұрапты. Мұны көрген әпкем анама, «Мама, мен қаламын. Тағдырдың маңдайыма жазғаны осы шығар. Жасым да 25-ке келіп қалды. Ауылдағылар отырған қыз деп айтушы еді. Енді мүлде қайтып келген қыз деп айтатын шығар» деп осылай жездеммен отбасын құрған еді. Әкем осы Назира әпкемді ерекше жақсы көретін. Назира ептілігі, есепке мықтылығы, іскерлігі әкеме қатты ұқсайтын. Кез келген адаммен тез тіл табысып, дүкеннің саудасын жақсы жүргізетін. Әкемнің қарамағында өзімен бірге біраз уақыт жұмыс істеген еді. Ал жездем қарапайым отбасынан шыққан, егістікке трактор жүргізіп, үсті басы май болып, үстінен солярка мен шылымның иісі аралас иіс шығып жүретін. Мал ұстап, егістік егетін. Бір жақсы қасиеті ішімдік ішпейтін. Көп сөйлей бермейтін, мінезі ауыр адам болатын. Дегенмен әпкем айтқандай мына ауылда қор болған секілді көрінетін. Осылай қалың ойға шомып, әпкемді бақылап отыра бердім. Қыз кезінде малға жоламайтын әпкем, қолы-қолына жұқпай салалы саусақтары мен сиырдың желін босатып, шелегін толтырып, орнынан тұрып мені көріп шошып кетті. «Гүлнұр, қайдан, қашан келіп қалдың? Қанша уақыттан бері отырсың? Мен де мүлде сезбеппін ғой сенің артымда отырғаныңды» деп қолдарын алжапқышына сүрте салып, мені бауырына басып, құшақтап, бетімнен сүйді. «Бір құрсақты жарып шыққан бауырың қашанда ыстық қой шіркін». Кіші әпкеммен сол түні таңға дейін кірпік қақпай сырласып, ұзақ әңгімелестік.
Сонда әпкемнің әңгімесінен өзінің қазіргі таңдағы тұрмысына мүлде көңілі толмайтынын, өткенге деген бір сағыныш бар екенін түсіндім. Әпкемнің үйінде 2 күн болып, ауылға үйге қайттым. Өз басым мектеп қабырғасында бой жеткен шағымда да жігіт дегенмен сөйлесіп, ұнату, ғашықтық сезімдерін басымнан өткеріп көрмеппін. Тек көршіміздің ұлы сыныптасым Қанатпен жақсы дос едік. Сол Қанат маған бірде, «Гүлнұр, сен қазаққа ұқсамайсың, француз ба, бір европалық қыздарға ұқсайсың. Білмеген адам солай ойлайтын еді. Ерекше сұлусың ғой» дегенінде өз-өзімнен қысылып, ерекше бір күйге бөленген едім. Ой үстінде отырып үйге де жетіп қалыппын. Үйдегілерге әпкелерімнің жағдайы жайлы ештеңе демедім. Ауылда 2 ай болып Астанаға қайттым. Оқу басталарға аз ғана уақыт қалды. Соңғы курсқа дайындалуым қажет еді. Оның үстіне Айнұр да қайта-қайта хабарласып, туған күніне дейін келуімді өтінген еді. Тобындағы бірге оқитын достарымен атап өтеміз. Сен міндетті түрде келші деген соң, ертерек келіп, туған күніне дайындалдық. Екеуміз бірге барып, күздік киім алдық. Мен ауылдан шыққаныммен қаланың қыздарынан кем киінбейтінмін. Жақсы киініп, өз-өзіме қарап жүргенді ұнататынмын. Сол кездері сән болып жатқандай, мен де шашымды бүйралатып, үнемі жайып жүретінмін. Классикалық үлгіде киінгенді жақсы көретінмін. Бойым аласалау болғандықтан аяғыма үнемі биік өкшелі етік, туфли киіп жүретін едім. Түр сымбатым көз тартарлықтай еді. Ауылдағы Қанат айтқандай, түрім еуропалықтарға келетін. Менің осы ерекше түр тұлғама күтпеген жерден өзімнен 3 жас кіші жігіттің ғашық боларын кім біліпті. Айнұр туған күнін 2 қабатты үлкен мейрамханада атап өтетін болды. 1 қабатты мейрамхана, 2 қабаты жастарға арналған түнгі клуб екен. Мейрамхана сағат түнгі 24:00-ге дейін істесе, клуб 24:00-ге бастап таңғы 5-ге дейін жұмыс істейді екен. Айнұрдың тобындағы группаластары туған күнмен қатар студенттік өмірдің Золотая середина деген мерекесін де атап өтпекші болып, ортадан ақша жинап барлығы атсалысты. Сөйтіп ас мәзіріне тапсырыс беріп, мейрамханадан кейін клубқа көтеріліп, кешті жалғастырмақ болып келіскен екен. Содан кешке дайындалып, шашымызды дұрыстап, жаңадан сатып алған көйлектерімізді киіп, белгіленген уақытта кешке қарай мейрамханаға жинала бастадық. Айнұр нағашыма ұқсаған Қараторының реңді қызы болатын. Маған қарағанда мінезі ашық, орыс, ағылшын тілдерінде еркін сөйлейтін. Астананың сылқым сұлуы еді. Дос жараны көп болатын. Сол достары бар, тобындағы группаластары бар, кешке 25 адамдай жиналды. Кеш өте көңілді басталды. Мен өзімнен жас айырмашылықтары бар ортада шамалы қысылып отырдым. Мұнымды байқаған Айнұр, «Гүлко, өзіңді емін еркін ұстасаңшы, неге үлкенмін дей бересің? Барлығымыз бірдейміз ғой. Сені менің әпкем деп ешкім ойламайды. Бүгін сондай сұлу болып кеттің. Достарым әпкең Никол Кидманға ұқсайды екен. Просто красавица деп тамсанып отырғанда деп әзіл қалжыңы аралас көңілімді көтеріп қойды. Достары сөз сөйлеп, Айнұрға тілектерін айтып, кешіміз көңілді өтіп жатты. Бір кезде қолында үлкен қызыл раушанға толы себеті бар, ақ сары, жүзінен шуақ шашқан, жымиғанда 2 бетінің шұқыршығы пайда болатын, бойы ұзын, ірі денелі, ақ костюм сым киген бір жігіт кіріп келді. Үстелдегі жігіттер оны көріп, өре түргелеп, «О, талғын келді, кешіккенің үшін айыпты болдың» деп қалжыңдап амандасып жатты. Айнұрдың достарының ішіндегі бойы да ұзын, сымбаттысы да осы жігіт екен. Ол есіктен кіре бере-ақ оны көргенімде жүрегім бірден қатты дүрсілдей жөнелді. Әлгі талғын дегендері Айнұрды туған күнімен құттықтап бетінен сүйді. Айнұр бұл жігітті орындық алдыртып, екеуміздің ортамызға жайғастырды.
Талғат еңкейіп жаныма отыра бергенде, ыстық демі желкемді шарпып өткенде, денем тоқ ұрғандай дір ете қалды. Өз-өзімнен ыңғайсызданып, бетім дуылдап, өзіме түсініксіз бір күй кештім. Талғат жайғасқан соң барлығымен әзіл қалжыңға жарасып, әңгімесін айтып ортаға тез сіңіп кетті. Бір кезде сөз кезегі маған тиіп, Айнұр мені барлығымен таныстырып өтті. Мен сіңілім әрі құрбымдай болған жанға өз жүрек жарды тілегімді айтып жатқанда, Талғаттың маған бұрыла отырып, мені мұқият тыңдап отырғанын байқадым. Көз қырымен менің түр-тұлғамды бастан аяқ қарап, бар іс қимылымды бақылап отырғандай көрінді. Оның бұл көз қарасынан мен одан әрі қысыла сөзімді әрең аяқтадым. Сөйтіп ыстық тамақтан соң антракт болып, жастар кейбірі сыртқа шығып, кейбірі ортаға шығып билей бастады. Мен жуынатын бөлмеге барып, бетімді опамды жағып, шаштарымды дұрыстап шығып келе жатқанымда, би залында баяу әуен ойнай бастады. Ішке кіріп, терезе алдындағы диванға жайғасып отырғаным сол еді. Қайдан келіп қалғанын білмеймін. Жаңағы Талғат қолын созып, мені биге шақырды. Алақаны қандай ыстық еді. Белімнен қапсыра құшып, кеудесіне тақағанда тұла бойым шымырлап, жүрегім кеудемнен шығардай дүрсілдеп соға бастады. Талғат құлағыма сыбырлап, «Гүлнұр, сізді Айнұрдың әпкесі деп еш ойламаппын. Құрбысы боларсыз деп топшалап едім. Өйткені Айнұр екеуіңіз мүлде ұқсамайсыздар», деп жымиып күлгенде, мен де еріксіз күлдім. Бойым босаңсып, өзімді еркін сезіне бастадым. «Мен Айнұрдың туыс әпкесі болып келемін», деп екеуміздің әңгімеміз жараса бастағанда, әуен де аяқталып, барлығы жиналып, қайта үстелге отырдық. Екінші отырыста Талғат екеуміздің әңгімеміз жарасып, өзімізді еркін сезіне бастадым. Мейрамхана уақыты аяқталғанда, жастар екінші қабатқа клубқа көтерілді. Кеш әрі қарай жалғасын тапты. Сол жерде барлығымыз емін еркін билеп, клуб жүргізушілерінің түрлі ойындарына қатысып, билеп, сағат тілі түнгі 3 соққанда нағашымның осы уақытқа дейін ғана рұқсат бергені есімізге түсіп, үйге қайтуға жиналдық. Айнұрдың достарының біразы қайтатын болды. Бір шамасы қалатын болды. Сөйтіп жиналып сыртқа шықтық. Осы жерде Талғаттың досы келіп, екеуі көлікпен бізді үйге дейін әкеліп тастады. Сол кештен кейін Талғат маған университетке жиі іздеп келетін болды. Ол жігіт менен 3 жас кіші еді. Алайда түріне, дене бітіміне қарасаң, үлкен жігіт секілді көрінетін. Талғат Айнұрлармен бір факультетте оқитын, жақсы араласатын достары екен. Астананың жергілікті жігіті отбасында ең кенже ұл екен. Ата-анасы білім ордасында доктор, профессор, 2 ағасы мемлекеттік қызметте жоғары жақта істейтін шекпенділердің бірі екен. Бір әпкесі білім саласында қызмет істейтін көрінеді. Алайда Талғат бай әулеттенмін деп көкірегін кермейтін, өзі сондай сыпайы, мінезі жұмсақ, үнемі күлімдеп жүретін жігіт еді. Уақыт өте келе мен оны ұната бастадым. Бойымда ғашықтық, ұнату, сүю деген сезімдер ояна бастады. Талғат мен үшін өзгеше жан секілді көрінетін. Әйел адамды құрметтеу, аялау, сыйлау дегенді жақсы білетін. Кездесуге келген сайын гүлін, тәттісін алып келетін. Әйелдер мерекесінде маған қымбат бренд заттар сыйлайтын. Мейрамханаға жиі шақыратын. Осылай жүріп екеуміздің көңіліміз жарасып, қыз-жігіт болып кездесіп жүре бастадық. Жас айырмашылығымыз мүлде сезілмейтін. Мен университетті аяқтайтын уақытта көктем шыға ол мені үй ішімен, аға жеңгелерімен таныстырды. Талғаттың үй іші мені жылы қабылдап, ата-анам, шыққан тегім, бауырларым жайлы барлығын сұрап, кеш аяқталған соң жылы қоштасып, Талғат мені үйге әкеліп тастады. Қоштасарда құшағына қатты қысып құлағыма, менің жарым болсаң, арманым болмас еді дегенде, маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасап жатырма деп, іштей қуанып кеттім. Мен де оны қатты құшып бетінен сүйіп, сендей жарым болса мен бақыттымын деп,
Екеуміз ертең көріспейтін жандардай бір-бірімізді қимай-қимай қоштастық. Үйге кірген соң аяғымның ұшымен өз бөлмемізге кіріп, Айнұрдың жанына жата қалдым. Сіңлім пысылдап ұйықтап жатыр. Ал мен өмірге риза болып, Талғат екеуміздің болашақ отбасылық өміріміз жайлы көз алдыма елестетіп, бақытты күндерімізді аңсап, армандап жатып, тәтті ұйқыға кеттім. Бірақ барлығы біз ойлағандай бола бермейді екен ғой. Сол түнгі армандарым көзімнен бұлбұл ұшты. Талғаттың ата-анасы мені жылы қабылдағанымен, Талғат маған үйленгісі келетінін айтқанда, үй іші маған үйленуіне түбегейлі қарсы болыпты. Мұны ертесінде Талғаттың анасымен кездесуге барғанда естіп, бақыт құсы басымнан ұшып кеткендей күйде болдым. Ертесінде жексенбі болғандықтан барлығымыз үйде едік. Бір кезде телефон шырылдап, тұтқаны мен алдым. Сөйтсем бұл Талғаттың анасы екен. Ол кісі қоңырау шалады деп еш ойламаппын. Анасы мені кездесуге шақырды. Бұл кездесуге Талғат екеуміздің үйленуіміз жайлы ақылдасу үшін шақырып жатқан болар деп қатты толқып кеттім. Сөйтіп Айнұрға шет жағасын айтып едім. Айнұр, мә, Гулко, сен үшін өте қуаныштымын. Талғат керемет жігіт қой. Талғат универдегі талай қыздың арманы еді. Саған бұйырыпты. Әрине анасымен кездесіп, сөйлесіп қайт. Талғат та бірге келетін шығар. Барып қайт. Мен мамаларға сені емтиханға дайындалуға құрбысына кетті деп айтамын деп, мені киіндіріп, бояндырып шығарып салды. Кездесуге Талғаттың анасы жалғыз келіпті. Қаладағы кішігірім, тыныш бір мейрамханада іштей болашақ енем деп қоямын. Кездесіп шай алдырдық. Талғаттың анасы жер ортасы жастан асса да реңін бермеген, ажарлы әйел болатын. Салмақпен маған үнсіз біраз қарап отырды да сөзін бастады. Гүлнұр қызым, сенімен сөйлесейін деп едім. Өзің ақылың бар қыз секілдісің ғой. Ұлымнан 3 жас үлкендігіңді де бар екен. Дипломды алып жатырсың, мамандығың құтты болсын. Соның жемісін көріп, қызмет сатысын қуалайтын уақытыңда тұрмысқа шығуға неге асықтың? Біздің Талғат әлі студент. Саған үйленген күнде де ол бізге сеніп арқа сүйеп отыр. Ағаларына еркелеп өскен кенже ерке ұлымыз. Ол отбасылы болуға әлі дайын емес. Оныкі жай жастық, қызық, қуышылық. Ертеңгі күні отбасы болған соң сені жұмыс істей алмайсың. Балалы боласың, дипломың күйіп кетеді. Балалы болған соң бұлай әдемі киініп, боянып саланып жүре алмайсың. Бала қарайсың, үй шаруасы бар. Талғат кенжеміз ретінде қолымызда қалатын бала болғандықтан бізге қызмет етесің. Қара шаңырақтың келімді кетімді қонағы көп болады. Сол кезде Талғат айналасындағы өзінен жаста сұлу қыздарға көзі түсе бастайды. Сол кезде қайтесің? Жаным, ақылымды алсаң Талғатты ұмыт. Жұмысқа тұр, магистратураға түс. Ақылды қызсың ғой. Оның үстіне сенің отбасың біздің отбасымызға тура келмейді. Өзің көргендей үлкен ұлдың әйелі генералдың қызы. Арланның әйелі осы Алматыдағы атақты жазушының қызы. Ал сен кімсің? Сенің әке-шешең жай ауылдағы шаруа адамдары. Ертеңгі күні тойыңда ақ сен өз отбасыңнан ұялатын боласың. Абысындарың да сені менсінбейтін болады. Сол үшін қалқам өзіңе тең жігітті ізде, деп әрбір айтқан сөзі мірдің оғындай жанымды бірнеше жерден жаралады. Мен отырған жерімде бір нүктеге қадалып, не айтарымды білмей отырып қалдым. Мұндай ой отбасым жайлы, теңсіздік жайлы мүлде ойыма келмепті. Кеудем намыстан өртене берді. Тілім байланып қалғандай Талғаттың анасына ләммім деп сөз қайтара алмадым. Анасы осыны айтты да, ұлым сені іздеу мүмкін. Оған ешқандай үміт берме. Егер бізді тыңдамай саған үйленер болса, екеуіңде ешқандай қолдау көрсетпейміз. Той ақ көйлек, бақуат өмір жайлы армандаушы да болма. Талғат барға, тоқшылыққа үйренген бала.
Бізден қолдау көрсетпесек, отбасылық өмірдің алғашқы қиындықтарынан ақ сынып кетеді. Ажырасып, үйге қайта келеді. Мен өз баламды жақсы білемін. Сол үшін тең-теңімен, тезек қабымен дегендей, ақылымды алсаң жұмыс деп, өз күшіңмен көтеріл. Біреудің дәулетіне қызықпа жаным. Қош, сау болып тұр. Жігітті қойда дипломыңды жақсылап қорғап шық деді де, даяшыны шақырып, шай ақысын төледі де, қоштасып шығып кетті. Мен сол отырған күйі, үнсіз ғана сол орнымда бір шама уақыт отырдым. Бір кезде даяшы келіп, үстелді жинастыра берейін бе, әлде және тапсырыс бересіз бе дегенде ғана есімді жидым. Сөйтіп даяшыға қарап, тең-теңімен, тезек қабымен деппін. Сөйтіп едім, ол көзі алақандай болып, мен сізді түсінбедім деп бетіме қарап қалыпты. Мен ыңғайсызданып қалдым. Ойымдағы сөз аузымнан шығып кетіпті. Содан орнымнан тұрдым да, мән бермеңіз, жай аузымнан шығып кетті. Сау болыңыз деп мейрамханадан шығып кеттім.